сыртқа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Саусақтарды бір-біріне айқастырамыз. Және де оң аяқты буындармен бірге айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі созылу жаттығулары. Ең бірінші оң қолды басқа қоямыз да, және де осыны оң жаққа қарай тартамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі сол жаққа. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Оң қолды сол қолмен айқастыра алып, оң жаққа қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4. Келесі дәл осылай сол жаққа. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі оң аяқты аламыз. Барынша артқа қарай кереміз. Яғни аяқты жақсылап созамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі сол аяқты. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Сол аяққа отырамыз, оң аяқты жанға жіберіп, жақсылап созыламыз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Жантуаров Сұлтан Мұрат, Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының самбо үйірмесінің жетекшісімін. Қазіргі уақытта елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бізге жаттығу жасау үшін ыңғайлы орын және де міндетті түрде спорттық киім болу керек. Негізгі сабағымызға көшпестен бұрын ең бірінші денемізді қыздыру жаттығулардан бастаймыз. Бірінші бастан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және де иықты алға артқа айналдырамыз. Қолмен бірге 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қол иық деңгейіне қоямыз. Ішке және сыртқа қарай айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Белімізді келесі жаттығу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Созамыз. Қолды және белді созу жаттығуы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Негізгі сабағымызға көшеміз, негізгі жаттығуымызға. Бүгін бастапқы күніміз болғандықтан жеңіл әрі оңай қылып өткіземіз. Келесі сабағымыздан бастап уже жаттығуларымыз біздің күрделене береді. Негізгі жаттығу оң аяқты артқа және отырып тұру жаттығуын жасаймыз. Қане, бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Келесі сол аяққа. 1, 2, 3, 4. Оң аяқты. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай балалар, оқушылар оң аяқты артқа қойып, отырып тұрып, сол аяқты артқа қойып, отырып тұрып, 5-5-тен 10 мәрте қайталаймыз. Бүгінмен сабағымызды осымен аяқтаймыз балалар. Қош, сау болыңыздар. Келесі сабақта сабағымыз одан әрі күрделене түсе береді.